Кеш жарық құрметті көрермен, эфирде көзқарас бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз Атырау өңірінің тыныс-тіршілігіне арналады. Студия мейманы Атырау облысы әкімінің орынбасары Шыңғыс Жұмабекұлы Мұқан. Қош келдіңіз, Шыңғыс бауырым. Көп болды кездеспегелі. Шыңғысжан бүгін Атырау облысының әкімінің есебі болды. Шын айтайын, осындай аз мерзімнің ішінде көп шаралар жасалынған екен. Ол біріншіден Атырау халқының өзінің еңбегі, одан кейін сол облысты басқарып отырған азаматтардың еңбегі деп мен ойлаймын. Мен бастағым келеді елбасының жолдауынан. Санаулы күндерден кейін біз азаттық туын желбіретіп, тәуелсіз мемлекет атанғанымызға 25 жыл болайын деп отыр деп бастады елбасы өзінің жолдауын. Осы 25 жыл деп айтпай-ақ қояйын, соңғы 3-4 жылдың ішінде қандай жұмыстар істелді бүгінгі Атырау облысында, соған тоқталсаңыз. Рахмет, Ирақ Қасымұлы. Көзқарас деген бағдарлама жалпы саналының ойына ой солатын қоғамға үлкен ықпал етіп отырған бағдарлама деп білеміз. Атырау облысында Қазақстанның барлық жеріндегідей экономикалық өсіммен қоғамдық саяси тұрақтылықты сақтау үшін бірнеше бағытта жұмыстар атқарылып отыр. Облыс әкім Бақтықожа Салахаддинұлы бүгінгі пресс-брифингінде сол дағдарысқа қарсы екі үлкен бағытқа тоқталып кетті. Оның алғашқысы жұмыс орындарын ашу және бар жұмыс орынды сақтау. Екінші бағыт ол азық-түлік қауіпсіздігі. Егер халықтың тұрақты жұмыс орны болса, еңбек ақысын үзіліссіз алып отырса, одан артық не керек деймін ғой бір жағынан. Дүкен сөрелерінде азық-түліктің бағасы қымбат болмай қолжетімді болып тұрса, мемлекет одан ары қарай дамытудың негізгі алғы шарттары осы ғой деп ойлаймыз. Сондықтан елбасының тапсырмасы бойынша жолдаудағы үлкен бағыттар бойынша Атырауда осындай үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Мен соның ішінде бір сөз қозғайын деп отырмын. ТМД елдеріндегі ең үлкен фармацевтика салынып жатыр екен. Жаңа одан кейін отырыста айтып қалды Бақтықожа Салахаддинұлы, ол ТМД елдерінде емес, Европадағы ең үлкен ірі фармацевтика заводы. Осыған тоқтап кетсеңіз, бұл идея қайдан туды? Жалпы мемлекетті индустрияландыру мемлекеттің болашағын айқындайтын негізгі саясат. Сондықтан осы бағытта мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге үлкен қолдаулар жасалып жатыр. Несие алам десе, несиенің пайызын жеңілдетеді. Кәсіпорын салам десе, жолын тартып береді, суын әкеліп береді, тоғын жүргізіп береді. Егер ол кәсіпкер менің ақшам аздау еді, бізге көмек бер десеңіз, мәселен, кез келген облыс орталығында, Атырау облысында да әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар жұмыс жасайды. Олар сол кәсіпорынға үлесін алып, өзінің мемлекеттің ақшасымен кіріп, ол кәсіпорынды құрып, кәсіпорын жүріп кеткен соң, кәсіпкер сол үлесін қайтадан сатып алуға мүмкіндігі бар. Сол тұрғыдан келгенде дәрі-дәрмекте азық-түлік сияқты, киім-кешек сияқты адамның негізгі қажеттіліктері. Атырау облысының
кәсіпкерлер осындай үлкен фармацевтикалық завод ашамыз деп ұсыныс білдіргенде облыс әкімі Бақтықожа Салахаддинұлы бұл ұсынысты қолдап осындай мұнайлы өңірде тағы бір фармацевтика деген тағы бір үлкен саланың ашылуына үлкен демеу болды. Себебі елбасымыз Қазақстанда тұтынылатын дәрі-дәрмектің 50% Қазақстанда өндірілу керек деген міндет қойған болатын. Сол міндетпен кәсіпкерлердің ұсынысы бір-бірімен ұшы тоғысып жатты. Бұл кәсіпорын шынында да ТМД елдерінде ең үлкен кәсіпорын болып қазіргі күнде болжанып отыр. Үндістан, Чехия және Германияның мамандары осы кәсіпорынды салуға және ең жоғары халықаралық GMP деген стандартпен дәрі-дәрмек шығарамыз деп отыр. Кәсіпорында өндірілген дәрі-дәрмек те Қазақстанда сатылып қоймайды. Жаңағы Германия, Чехиядан келіп отырған технологтар зауыттың құрылысын жүргізіп отырған үлкен фармацевтика саласында ықпалы бар Еуропаның кәсіпкерлері дәрі-дәрмекті Еуропаға да сатамыз деп сондай жоспар құрып отыр. Бастапқы уақытта 50 түрлі дәрі-дәрмектің түрі шығарылады. Ол алдағы уақытта көлем ұлғая беретін болады. Егер зауыттың көлеміне келетін болса, 45 мың шаршы метр. Ал жаңа тағы да айтылып қалды, соны толықтырып айтсаңыз, мынау жүн фабрикасы. Мен осыған да таңғалып отырмын, шын айтайын. Ең жүн фабрикасы енді Қазақстанның халқының жартысы ауылда тұрады. Ата кәсіп, мал шаруашылығы, малдың тек етін ғана игеріп, қалған жүнін, терісін пайдаға асырмасақ, не болған? Ол біріншіден еттің өзіндік құны, мал шаруашылығының өзіндік құны жоғарылап кетеді. Екіншіден тері бұйымдары болмаса жүн тоқыма бұйымдарын біз мал шаруашылығының әлеуетін толық пайдалана алмағанымыз болады. Сол себепті облыс әкімінің атына халық тарапынан көп ұсыныстар келіп жатты. Мыңдаған қой ұстаймыз, мыңдаған түйе ұстаймыз, оның жүнінің барлығын ең соңында жинап өртейміз. Зая кетіп жатыр деп. Көрдік қой. Сондықтан жергілікті кәсіпкерлерге ұсыныс жасалған соң, жергілікті кәсіпкер осы идеяны қолдап, Монғолияға барып, біріншіден жүнді бастапқы тазалауды Монғолия, Қытай мамандары солардың құралдарымен орнатты. Сосын тек жүнді түтіп қана қоймай, тазалап қана қоймай, жүннен дайын продукция шығару үшін, оны және халықаралық нарыққа ұялмай көрсету үшін Еуропаның, оның ішінде тоқыма бұйымдары саласында үлкен тәжірибесі бар Италияның кәсіпорындары, мамандары қазір көмектесіп жатыр. Жүнді өңдеуден, тазалаудан дайын өнім шығаруға, бастапқыда жамылғы, әртүрлі төсеніштер шығарылатын. Өздеріміз шығарамыз ғой? Өзіміз шығарамыз, қой жүнінен және түйе жүнінен. Еуропалық әріптестер осы жүннен шығарылған, әсіресе түйенің жүнінен шығарылған бұйымдарды біз өзіміз сатып алып кетеміз деп жатыр. Жұмыс орны бар, азық-түлік мәселесі шешілді. Соның ішінде айтып кетті, әкім 33 түрі, тамақтың 33 түрі бағасы басқа облыстарда қарағанда кішкене арзандау. Жалғыз қант мәселесі бар екен, оны да шешуге болады деген әңгіме айтылды. Енді халыққа керегі жұмыс болса,
тамағы болса, енді пәтер мәселесі қалай шешіліп жатыр? Үшінші мәселе тоқтайшы осы. Өте ойыңыз орынды. Жылда 500 000 шаршы тұрғын үй беріледі Атырауда. Көпшілігі әрине ол жеке сектор, адамдардың өздері үй салып салады. жатыр. Ал Оларға да жағдай жасау керек қой енді. бір бөлігі ол мемлекеттің тұрғын үй бағдарламасы бойынша салынып жатқан үйлер, ол өзінің кезегімен, өзінің бекітілген тәртібімен беріледі. Енді өзіңіз жақсы білесіз, Атырау облысында үлкен мұнай компанияларының төңірегінде сервистік компаниялар топтасқан, мынау еңбекақы да жоғары. Сондықтан Атырауда мынау көп қабатты үйлерден гөрі жер үйлерге қоныстану көбірек, себебі Қазақы қалың өңір болған соң. Сондықтан Атырау қаласының төңірегінде шағын ықшам аудандар өте жылдан жылға көбейіп келе жатыр, көлемі артып келе жатыр. Ал осы тұрғыда алатын болсақ, жылда қаланың бюджетінің бір бөлігі сол аудандарға жолын тартуға, тоғын жүргізуге, газын жеткізуге жұмсалып отыр. Әрине, ол қаржы көп деп айтуға болмайды, себебі көп жерлерде әлі қаланың төңірегінде атқарылатын жұмыстар баршылық. Дегенмен бір нәрсені айта кету керек, облыста ауылдық жерлерге көбірек көңіл бөлінуде. Мәселен, соңғы 2-3 жылда ауылдық жерлерде 300-ге жуық көше жөнделіпті. Қала әрине көрінетін жер, қалаға жасалған жұмыста тез нәтиже береді, тез көрінеді. Дегенмен ауылдың тұрғындары да осы жолдан, басқа да инфрақұрылымнан кемшілік көрмеу керек деген ұстаным бойынша облыс басшылығы қазір ауылдарға көбірек көңіл бөліп жатыр. Дағдарысқа қарамастан, елбасының саясатының арқасында Нұрлы жол бағдарламасы бекітілген, біз жақсы білеміз, бірақ күмән болып жүрді осы кездерде мынау Ақтөбе, Атырау, Астрахань жолы басталама деген. Бірақ оны бүгін естідік, келесі жолын басталатын түрі бар. Бұл өзі көптен бері атыраулықтар күтіп жүрген арман деп айтуға болады. Ал енді менің қояйын деп отырған сұрағым, енді кішкене мына балабақша жағы қалай екен бүгінгі күнде? Осыған байланысты елбасының тапсырмасы болды. Қалай орындалып жатыр осы мәселе? Балабақша балапан бағдарламасымен жүзеге асып жатыр. Күні бүгін балаларды балабақшамен қамту, мектепке дейінгі ұйымдармен қамту 82%-ға жетті. Оның ішінде айта кететін тағы бір жағдай, балабақшаның тәрбиесімен тек мемлекет қана айналысып қоймау керек, жалпы қоғам, кәсіпкерлер де атсалысу керек деген ой мен жеке меншік балабақша ашам деген адамдарға қолдап, әдістемелік көмек көрсетіп, балапан бағдарламасымен беріліп жатқан қаржының шетін сол жеке меншік балабақшаларға бұрған соң, соңғы уақытта жеке меншік балабақшалардың саны 3 балабақшадан 35 балабақшаға дейін жетіп отыр. Бұл енді әлемдік тәжірибе. Мәселен, Европада, Америкада болсын, балалардың көпшілігін кәсіпкерлер өздері тәрбиелейді. Бұл бір бизнестің бір бағытына айналған. Сондықтан осы бағыт сақталып қалатын болса, кәсіпкерлер осы мәселеге кірісетін болса, бұл дүниені тезірек шешуге болады. Себебі мемлекеттің де қаржысы мүмкіндігі шектеулі.
қоса кететін осы сұраққа қоса кететін тағы бір жағдай бұл балалардың туылуы. Мемлекеттің балабақша салуы демографиялық өсімнің ізін қуып әлі жете алмай келе жатыр. Шыңғыс, біраз әңгіме айтылды ғой, бірақ сонда да мен адам баласы өзі бейімделген өмірге келгеннен бастап мынау мәдени ошақтарына көңіл бөле бастады. Осыған байланысты жақындарда үлкен фестиваль өтті. Рахымжан Отарбаевтың мен көрдім, Фейсбукта өзің сол Астанада Ашым ағамыз келді, соны бәрі көріп жатырмыз ғой. Осыған байланысты бүгінгі күнде қандай жұмыстар істеліп жатыр, одан басқа тағы да? Енді сұрағыңыз маған ұнап отыр. Бағанан бері экономиканың жағдайын, асқазанның айналасын аралап жүрдік. Енді әрине рухани қозғалыс болмаған жерде ол қарын тойдырып адам болмайды. Сондықтан руханият саласында үлкен өзгерістер бар деп айтуға болады. Бұл ең біріншіден 2013 жылы 1000 адамдық оркестр стадионды толтырып бүкіл халыққа концерт берді. Бұл үлкен бір жаңалық болып қабылданды. Себебі Атырауда еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін қолына домбырасын алып, күй тартып, күйдің елі болған соң, әр табалдырықтан аттасаңыз, қара домбыра төрде құранында елініп тұрады. Осында үлкен бір қозғау салған шара болды. Одан бері қарай да рухани мәдени өмірде атап өтетін іс-шаралар көп. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, қазақтың біртуар болмысы бөлек жазушысы, драматургы Рахымжан Отарбаевтың халықаралық фестивалі жалпы қазақ мәдениетін бір апта 10 күнге Атырауға көшіріп алып келді десек болады. Айтпаңыз. Мен өзім таңғалдым соған. Халық өте жақсы қабылдады. Тіпті орындар толып, адамдар есіктен сығалауға дейін барды. Ал алдағы уақытта да осындай үлкен шаралар жалғасын табатын болады. Дегенмен мәдени өмірдің де өзінің инфрақұрылымы болады. Әсіресе ауылдық елді мекендерде, қалада енді көзге көретін көп, баратын жер көп дегендей, ауылдық елді мекендерінде мәдени, рухани сусындандырып отыру үшін облыс әкімі бірнеше ауылда мәдениет үйлерінің құрылысын бастады. Оның бір қатары берілді. Сол мәдениет үйі бар ауылларда қазір өзінің кестесін жасап, жиі концерттер өткізіп, сондай мәдени бағдарламамыз бар. Алдағы уақытта да халқы көп қоныстанған жерлерге мәдениет ошақтарын жөндеу, болмаса салу жөнінде үлкен келелі жұмыстар атқарылуда. Шыңғысжан, соңғы сұрағы, мен жаңа бекер сөзімді бастаған жоқпын ғой, елбасының жолдауынан. Осыған байланысты, елбасының жолдауына байланысты қандай насихат жұмыстарын көздеп отырсыздар жүргізуге? Елбасының жолдауы қазіргі дағдарыстың кезінде халық қалай болар екен деп елеңдеп отырған кезде жарияланды. Мынау Ресей мен Европаның, Түркия мен Ресейдің қарым-қатынасы жалпы геосаяси жағдай ушығып тұрған кезде. Сондықтан атыраулықтар халық жолдауды жақсы қабылдап, тек қана жолдау
үлкен бағыттардан тұрады. Сол әр бағыт бойынша, әр бағыттың әр тармағы бойынша өздерінің мақсатты топтарына жетіп жатыр деп сеніммен айтуға болады. Жолдауда көрсетілген дағдарыс шаралары тек бұл бір мемлекеттік органдардың, болмаса бір мемлекеттік қызметкерлердің ғана шаруасы емес, бұл жалпы қоғамның шаруасы, жалпы халықтың шаруасы. Сондықтан жолдаудағы міндеттерді жүзеге асыруда халық болып жұмыла жұмыстар жасалады ғой деген ойдамын. Рахмет, Шыңғысжан. Мына біздің бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіз арқылы бүкіл атыраптарға сәттілік тілеймін. Ал еңбектеріңізге табыс тілеймін. Сіздермен болған Ерагел Екеев және Көзқарас хабары. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.